Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Қытырлақтығын 5 күнге дейін сақтайтын керемет вафли. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет болады. 5 жұмыртқамызға 6 ас қасықпен шекер салатын боламыз. 3 қасық, 4 қасық, 5, 6 қасық. Осы шекерімізбен жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Қыздар, сосын видеоға түспей қалған 50 граммдай сүт қосасыздар. Сүт болмаса су қосасыздар. Осылай бір кесе ұнымызды салып алып, ситадан өткізіп аламыз. Миксерлеп аламыз онда. Қамақ болмау керек. 120 грамм сұйық май қоямыз. Осылай. Оны да миксерлеп аламыз. Мінекей осындай масса шығады. Енді осыны пісіреміз. Бірінші вафельницамызға салып. Вафельницаны алдын ала қыздырып аламыз. Мінекей осындай қытырлақ күшті вафли шықты. Қонақ шақыратын болсаңыз, 2-3 күн бұрын дайындап қойсаңыз болады. Қытырлақтығын жоғалтпайды. Деп пакетке салмай бетін ашып осылай тұру керек. Пакетке салсаңыз жұмсап кетеді. Рахмет, сау болыңыз.